Так, далада жүріп келе жатыр. Айта берейін. Былай жалпы. Алдында бір кісімен эфирда кездестік, сөйлесіп былай айтып жатыр. Сол кезде ол эволюцияны ұсынды. Эволюцияға қандай қарсы альтернатива келтіре аласыңдар дейді. Мектеп бағдарламасында эволюция оқытылады. Адам, маймыл арғы атасы бір болған, одан кейін, оған дейін бәрі бір жасушадан шыққан дейді. Сондай бір мысалды келтіреді. Бірақ шын мәнінде қазір биологтарда мықты оған қарсы аргумент бар. Мысалға мен соны ұсынар едім, айтқым келетіні. Ол модель, ол теория деп айтайын, ғылыми теория ретінде саналмайды. Жалпы теория бар, ол intelligent design дейтін. Бірақ мықты еңбектер бар, өте көп дәлелдемелер бар сол теория туралы. Сосын Евгений Конин дейтін биолог бар, биолог, эволюционист, профессор. Сол кісінің сөзі бар. Ол нені зерттеген, репликаторды зерттеген. Репликатор дейтін тіршілік пайда болу үшін керек, яғни РНК-ның репликациясы болып көшірме болады да, содан күрделене береді. Жасуша пайда болу үшін осы бастапқыда репликациясы болып РНК-ның, содан биолог пайда болды деп айтады ғой. Сол іспен айналысатын профессор, биолог профессор, эволюционист профессор айтып тұр. Пайда болу дейді, 10-ның минус 1000 дәрежесі дейді. Ойлап көріңіз. 10-ның минус 1000 дәрежесі репликатордың пайда болу ықтималдығы. Бұл өте күрделі. Көп сандар дейік, мысал, триллион далайық. Квадриллионның өзі 10-ның 15 дәрежесі. Ал анау 1000 дәрежесі. Минус 1000 ғой енді, бірақ сондай секілді жалпы. Осы ықтималдықтың өте төменділігі. Сосын кинезин бар. Кәдімгі жұмысшылар секілді. Біздің ағзамызда жасушаның бөліктер бар ғой, биолог тасушылар. Сосын ДНК-ның күрделілігі, жгутик бар, бактериальный жгутик, өте күрделі, біреу бар секілді соны жасаған. Сондықтан кейбір биологтардың айтатын сөздері осындай. Дарвин думал, что клетки просто капельки желе. Но когда я смотрю на живую клетку, то я вижу машиностроительные заводы, трехмерную архитектуру, нереальные объемы закодированных информации. Там есть генераторы тока, сборочные цеха. У жизни есть много функций, которые, как мы знаем из опыта, могут быть продуктами исключительно наделенных разумом агентов. Генетический код выглядит как код компьютерной программы. Кое-какой программист определенно хорошо потрудился над оптимизацией форм генетического кода. Когда я вижу эти структуры, этот порядок, даже думать смешно, что случайные мутации и естественный отбор могли быть ответственны за разнообразие форм жизни и всю эту упорядоченную сложность.